Төркіндегі екінші күн. Бүгін енді кеш тұрыппын, себебі кеше жол жүріп келдік. Бір орында деген үшеуміз үш қызбен сығылысып, ана үшеуі деген үш жақтан крышамды айналып шаршаған ба, түнімен папа мамамен әңгіме айттым, ананы мынаны бұрынғыларды айтып күліп, ішегіміз қатып әйтеуір сөйтіп жатқан болатынбыз. Көз деген ісіп кеткен мына видеоның барлығын енді монтаждап салып жатырмын ғой қыздар. Қол деген босамайды, білмеймін. Мына жақта папа мамалар тұрып алған, уже мама таңғы асты барлығын дайындап жүр. Қазір жуынып шайынып таңғы асымды ішіп алғаннан кейін сіңілім үйіне барайын деп жатырмын. Жақында босанып еді ғой, құтты болсынға. Сөйтіп қой деп далаға шығып, кішкене дворда жүріп қайтайын дедім. Бұрынғы балалық шағым кездерім еске алып, мына жерден күшті таза ауа, көл, рахат барлықтарын сұрап жатыр. Кезде этажкеде тұра ма ата-анаңыз деп, әрине этажкеде тұрады. Енді біздің қалада да жер үйлер бар негізі. Просто мамалар осында этажкеде тұрады. Сонымен балаларды дворға келдім, сіңілімнің үй жағына келдім да. Ойба, аналар деген мына жерде качеля, ана сырғанақ көрмегендей жабайызм болып жатыр ғой мына жерде. Сонымен андайға айналдырып сөйттім де, өзім де қызығып кетсем бола ма, сөйтіп ішіндегі бөпемен бірге екеуміз секіріп мініп алдық. Бір кезде Айсу тұрып алды да, білмеймін, несі қызып кетті ма, мотор бізді деген айналдырса бола ма. Ойбай, тоқтат, жүрегім айныды деп жатырмын, крышам айналып. Сонымен тоқтатып, сіңілім үйіне кірдік, магазинге кіріп, кішкене печенье анау-мынау алып алдық та, кіріп, шашымызды шашып, ана кішкентайым бесік той болды ғой. Соған мен негізі үлгермей қалған болатынмын. Ойбай, сарқыталып қоймаған, ырымдап бірдеңке алып қой деп екі қыздан кейін ұл босанған ғой сіңілім. Сөйтіп мына кішкентайды қайта сүйе береміз. Тәтті, сүйкімді, өзі красавчик. Кішкентайдың өзі иісі деген тәтті болады ғой, бір дәмді қайта иіскеп сүйе береміз. Сөйтіп сестренкам тамақ істеді, мен келтеп анау-мынау дастарханын жайнатып жіберді. Енді ана жерде тұрып кішкентайды мына жаққа қойып қойды. Ойбай, басып кетпейік, қазір әңгімеге кірісіп беріліп кетіп деп ше. Соны қашан срок деп енді сестренкам екеуміз бұрынғылардан әкеттік қой әңгімені, ананы айтып, мынаны айтып, қыз кезімізді айтып дегенде, екеумізден басқа адамның бәрі жаман екен. Екеуміз ғана сүттен ақ судан таза екенбіз. Керемет болып енді екеуміз шайды ұрып отырмыз, сүт пен шайды. Мен де кетер емеспін, сестренкам еміз еді, ол да сүтті шай. Сөйтіп біраз әңгіме айттық. Сонымен кешке кішкене далаға прогулкаға шайық десем, кішкентай жөтеліп қалыпты. Сонымен қой деп тикток түсіріп тастады мына жерде. Сөйтіп әдемілеп тақыр бәсекке қылып, өшір деп, сіңім ешкім көрмесін деп көліп алдық қой. Сонымен бүгін қоныш қасыма дейді сестренкам, қой мама папаның ортасында жатпайын ба дедім. Сөйтіп үйге қайттым, кішкене болсын қастарында болайын деп, енді бір 3-4 күнге келдім, өзім де 4 күнге. Сөйтіп келін келді, қазір енді кешкі асты бастайды. Сол бүгінгі күніміз осылай өтті. Братишкамның туылған күні болатын. Бүгін кеше түнде 12-де құттықтадық қой. Бүгін енді достармен отырайын деп кетіп бара жатыр.